Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырман, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мамықтай жұп-жұмсақ, балаларыңыз сүйіп жейтін тәтті, қант қосылған плюшкидің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Кез келген ұннан жасалған өнімдерді дайындаған кезде ұнды міндетті түрде електен өткізсеңіздер, сонда қамырымыз жақсы көтеріліп, тығыз болмай жақсы пісетін болады. Осылай ортасын ашып, ашытқы себеміз, кейін сұйық май құямыз. Содан соң бөлек ыдысымызға жұмыртқа жарып, қант қосып, жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырамыз. Жаңағы дайын болған массаны ұнға құямыз. Кейін жылы сүтке тұз салып жақсылап араластырамыз. Сүтті міндетті түрде жылытып алу қажет. Енді сүтті біртіндеп құя отыра жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамыр дайын болды. Енді қамырымыз көтерілгенше 1 сағаттай жылы жерге бетін жауып қоямыз. Қамыр міндетті түрде 2 еседе осындай болып көтерілу қажет. Енді біраз бөлігін кесіп алып, видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Болмаса весімнің көмегі бойынша бірдей болу үшін өлшеп алсаңыздар болады. Мен 60 грамм шамасында алдым. Кейін осылай жұқа етіп жайып, ортасына еріген сары май жағамыз, қант себеміз, осылай ораймыз. Кейін осылай ортасынан бүктеп, енді жаңағы бүктелген жерден жартылай кесіп, жүрекшені жасап, барлығын осылай жасап алып, противеньге салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған 180 градус пеште беті қызарғанша пісіреміз. Плюшкиларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Салтанат. Видеоңызға лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.